Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Егер үйлеріңізде картоп болса, онда міндетті түрде осы ең ерекше тағамдардың бірін жасап көріңіздер. Нәзіктігі соншалық, енді тілмен айтып жеткізе алмаймын. Дәмі деген өте керемет болып шығады, сочный болып шығады. Жасап көріңіздер. Алдымен сарымсақты ұсақтап төртбұрыштап турап аламыз. Болгар бұрышын ұсақтап турап аламыз. Сәбіз салсаңыз да болады, қызылша салсаңыз да болады, өзіңіздің фантазияңызға байланысты кез келген көкөністерді сала берсеңіз болады. Барлығын бір ыдысқа салып дайындап аламыз. Мен тауықтың төс етін қолдандым. Сіздер фаршты қолдансаңыздар да болады, немесе етті қолдансаңыздар да болады. Кез келген етті қолдана беруге болады. Қызып тұрған табамызға бірінші етті қуырып аламын. Арасында араластырып, осылай ағарғанға дейін қуырамыз. Енді үстіне сарымсағымызбен туралған бұрышымызды салып, бұларды да қуырып аламыз. Бір шай қасықтай томат пастасын саламыз, тұз. Кез келген дәмдеуішті қосып, қақпағын жауып 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Енді ұяшықтарымызды дайындау үшін бірінші картопты суға пісіріп аламыз, одан кейін пюре жасаймыз. Бұның үстіне кез келген аскөкті ұсақтап турап саламыз. 40 грамдай сары майды салып, дәміне қарай тұз салып, барлығын араластырамыз. Енді осы шыққан пюремізді осылай ыдыстың ішінде 4 бөлікке бөліп аламыз. Өзіміздің жасауымызға ыңғайлы болады. Енді бір-бір бөліктен алып, қолымызды сулап алып, осылай дөңгелек шарик жасаймыз. Одан кейін арасын осылай ашып, үлкейтіп отырамыз. Ұяшық формасын береміз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығады. Енді пісқан салмамызды барлығына салып шығамыз. Алдын ала ірімшікті үккіштен өткізіп алдым. Осыны барлығының үстіне қойып шығамыз. Түрі осылай ерекше болып шығады. 180 градуста 15-20 минут ұстаймыз. Тамағымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте сочный әрі нәзік болып шығады. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.